Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұл бізде 101-ші видеомыз тестілді бойынша осыналда 100 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де құрметті достар, видео бастамас бұрын айта кетейін, өздеріңіз білетіндей, сәуір айынан бастап міндетті түрде оқыды деген қағаз керек. Ол қағазсыз сіздер автосонға барып, өздеріңіздің праволарыңызды алмайсыздар. Міндетті түрде керек. Егер де сол қағазы тез әрі жылдам алғыларыңыз келсе, комментарияда WhatsApp номер болады, соған жазыңыздар. Мен сіздерге толық ақпарат жіберетін боламын. Және оқыды деген қағаз алған жағдайда сіздерге тест сұрақтары мен вождение 2 айға тегін берілетін болады. Ал егер оқыды деген қағаздарыңыз болатын болса, тек қана тест сұрақтарын ғана алсаңыздар болады. Неге біздің тест сұрақтары? Өйткені бұл тест сұрақтары автосонда 100% сәйкес келеді автосон тестімен. Яғни осы сайттан ғана келеді автосонда тест сұрақтары. Толық ақпаратты WhatsApp номерден алсаңыздар болады. Комментарияда жазылған номер. Соған жазсаңыздар болады. Ал енді тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ. Солға бұрылардағы сіздің әрекетіңіз. Солға бұрыларда. Видеоны басынан қояйық. Так, бұл жерде екі жақтан көлік келе жатыр. Осында бізде кішкентай ғана қиылыс. Так, көлік құралдарының екеуіне де жол бересіз. Дұрыс жауап. С варианты. Екінші сұрақ. Сізге көрсетілген орынға аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Мінекей бізде мына знакты көріп тұрсыздар, барлығы бір бағытта жүреді бұл көліктер. Қарама-қарсы бағытта көліктер болмайды. Сондықтан бұл жерде бізде рұқсат етіледі. Бір жақты жүру жолдарында. Осы жағдайда сізге трамвай жолдарымен ілеспе бағытта қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі, тыйым салынады, тек солға немесе кері бұрылу үшін рұқсат етіледі. Так, бізде С варианты дұрыс сияқты. Жоқ. Бізде жауап қате. Рұқсат етіледі екен. Ілеспе бағытта. Осы бағыттың барлық жолақтары орналасқан кезде жолдың жүру бөлігімен бір деңгейде сол жақта орналасқан ілеспе бағыттағы трамвай жолдарымен жүруге рұқсат етіледі екен. Жауабымыз қате. Үшінші сұрақты. 4. Көлік құралын алкогольдік, есірткілік және ұлтқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беру әкеп соқтырады. Бізде көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айыру және 15 тәулікке қамауға алу. Достар, менімен ілесіп оқи алмай отырсаңыздар, видеоны паузаға қойып, жаттап алсаңыздар болады осы сұрақтарды. Мен талдап әрі қарай кете берем. Көрсетілген қандай жағдайларда жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етіледі? Жүк тіркемесінде, тіркеме үйшікте, фургон шанақта барлық көрсетілген жағдайларда рұқсат етіледі, барлық көрсетілген жағдайларда тыйым салынады. Жүк тіркемесінде болмайды, по-любому. Тіркеме үйшікте болмайды. Фургон шанақ дегенді түсінбей тұрмын бұл жерде. Фургонды білесіздер ғой да, үлкен көлікті типа. Бұл жерде бізде тыйым салынатын сияқты. Жоқ, фургон шанақта рұқсат етілген. Жолаушыларды автомобиль, трактор, өзіңнен жүретін машина кабинасына тыс. Так, жүк көлігін фургон шанағында тасымалдау жағдайларынан басқа жүк тіркемесін. Фургон шанақта болады екен, құрметті достар. Жауабымыз қате тағда. Солға бұрылардағы сіздің әрекетіңіз. Бізде нақты көріп тұрсыздар. Біз басты жолда келе жатқанбыз, бірақ мен мына жерге келіп, біздің басты жол, яғни өшірен үзіледі. Біз басты жолдамыз, басты жолда емеспіз. Енді біз барлығына жол береміз. Яғни стоп деген знак тұр. Әрине бұл жерде бізде автобусқа жол береміз. Біз өйткені мына знакты көріп тұрсыздар енді. Рұқсат етілген салмағы 7,5 тоннадан асатын автокөлік қандай көлік құралдарының санатына жатады? Так, бұл жерде бізде БЦ1 ол газелі. БЦ1 тоже газельге жатады деп айтсам болады. С1, С1. Бұл жерде бізде С болу керек. Қателеспесем. Құрметті достар, давайте С-ны белгілейік. Жауабымыз дұрыс. С-Е деген қандай категория? Давайте комментарияға жазып кетіңіздер. Кім бірінші жазады екен? С-Е категориясы. Қандай ол? Тәуліктің қараңғы уақытында жүру кезінде көріну неге байланысты болады?
Жолдың жарықтандыру көлеміне, шамдардың жарықтығына, заттардың контрасттылығына. Бұл жерде бізді Д варианты дұрыс, аталғандардың барлығына. Келесі 9-шы сұрақ. Сіз жеңіл автокөлікпен қиылыста қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыра аласыз дейді. Жеңіл автокөлікпен, мына жақта жүк көлігінің белгісі тұр. Так, бұл жерде бізде тіке жүре аламыз, солға жүре аламыз, оңға жүре аламыз, кері бағытта жүре аламыз. Кез келген бағытта ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде Д варианты бізде дұрыс. Өйткені біз жеңіл автокөлікпен келе жатырмыз. Сізге жүктерді осылай тасымалдауға рұқсат етілген бе? 1,5 метр шығып кеткен бізде рұқсат етіледі, тыйым салынады, тәуліктің жарық уақытында рұқсат етіледі. Давайте тәуліктің жарық уақытында деп белгілейік. Жауабымыз дұрыс, құрметті достар. Мына анықтаманы оқып алыңыздар, керек болады. Паузаға қойып. Автопойыз жүру кезінде, яғни фура, бұл бізде автопойыз деп аталады. Қазақша жүру кезінде қандай жағдайларда автопойыз тану белгісі іске қосылады? Автопойыз жүру кезінде қандай жағдайларда автопойыз тану белгісі іске қосылады? Мына сұрақ. Тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайларында, тек тәуліктің жарық уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайларында. Екі жағдайда да іске қосылған болуға тиіс дейді. С варианты дұрыс сияқты бізде. Мына сұрақта өте көпселіп кеттік және мыжып кеттік. Айбетпеңіздер, енді өздеріңіз бірден қыларсыздар, осы сұрақ жаттап аларсыздар. По-любому келеді осы сұрақ. Так, сізге көрсетілген жерге тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. 4 метр, мәссаған, полный алып тұр ғой, почти жартысынан көп. Рұқсат етіледі, тыйым салынады, көлік құралдарының қозғалысына кедергі тудырған жағдайда тыйым салынады. Так, рұқсат етіледі деген құрметті достар, біз тупо ойладық, жаңа суретке қарап тыйым салынады деп. Так, неге рұқсат беріп тұрған түсінген шығарсыздар, яқта бізде үзік сызық, әр жағынан тұруға болмайды, екі көлік құралы сыймайды мынандай қылып, яғни кесіп өтуге болмайды ана сызықты ана жағынан. Ал бер жағынан көлік тұр ғой, яқта үзік сызықтар орналасқан. Сондықтан бұл жерде рұқсат беріп тұр деп ойлаймын өзім. Келесі 13. Жүк автокөлігіне жол бересіз бе? Жоқ, өйткені жүк автокөлігі оң жақтан келеді. Біз міндетті емес, біз жол беруге, ешқандай бізде знак жоқ, ешқандай жерде жазылмаған мұндай жол бермейміз. Жарқылдау маяғы қосылған және арнайы дыбыстық сигналдары бар автокөлік жақындаған кезде жаяу жүргіншілер автокөлікке жол береді. Бағдаршамның рұқсат беруші сигналы жанып тұрғандықтан қозғалыс жалғастырады, артықшылыққа ие болғандықтан қозғалыс жалғастырады. Автокөлікке жол береді, өйткені жарқылдау маяғы қосылған және арнайы дыбыстық сигналдары қосылған. Құрметті достар, келесі 15-ші сұрақ. Елді мекенде 60 км/сағат жоғары жылдамдықпен қозғалысқа рұқсат етіледі ме? Елді мекенде тек басып озу кезінде, егер тиісті жол белгілерімен белгіленген, бірақ 90 км-ден аспайтын арнайы қозғалыс режимі белгіленсе ғана, тізімде көрсетілген екі жағдайда да. Так, құрметті достар, бізде басып озуға қазір енді тыйым салып тастады деп айтып жатыр. Кейбір жерлерден естіген болатынмын, бірақ мен белгілеп көрейік сонда да, Так, бұл жерде енді екі жағдайда да. Жоқ, басып озу кезінде 60 км-ден асыруға болмайды, құрметті достар. Бұрын болатын, енді қазір болмайды. Так, жауабымыз қате. Мына сұрақ жаттаулайық, барлығымыз. Тағы бір оқып шығайық. Так. Кеттік. Жеңіл автомобильдің жүргізушісі қиылыста жүрісін қай бағыттарда жалғастыра алады? Оңға, тек оңға. Бұл бізде оңға жүру белгісі, оңға ғана жүруге тиіспіз. Авариялық жарық сигналы ақаулы болған кезде сүйретілетін көлік құралы қалай белгіленеді? Елгіш байланыс буындарын білдіретін ескерту құрылғылармен, жалаушылармен артқы жағына бекітілген авариялық аялдау белгісімен қызғылт, сары немесе сары түстер.
Так, бұл бізде так в вариант дұрыс сияқты, иә. Мінекей өзі көрсетіп тұр ғой мына сұрақта. Мінекей. Жауап дұрыс. Келесі. Тіркемесі бар автобусқа сүйреуді орындауға рұқсат етіледі бе? Тіркемесі бар автобус дейді уже тіркемесі бар. Сүйреуге рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тыйым салынады, егер сүйрейтін көлік құралының салмағы сүйреуші көлік құралының салмағы 2 есе болса. Так, по идее тыйым салынады, уже тіркемесі болып тұр, оның тағы тіркеме болмайды қосуға. Осы жағдайда депоға кіретін трамвай қай көлік құралдарының жүргізушілеріне жол береді? Екеуі де жол береді. Екі көлік құралының да жүргізушілері. Так, А вариант дұрыс. Депоға кіріп бара жатыр, ал деподан шығып бара жатса біз жол береміз бе трамвайға? Давайте комментарийға жазып кетіңіздер, кім біледі. Тұрғын аймақтарда рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан астам жүк автокөліктерінің тұрағы рұқсат етіледі. Тұрғын аймақтарда рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан астам жүк автокөліктерінің тұрағы рұқсат етіледі. Егер ол салмақта тұрса рұқсат етіледі. Жол белгілерімен арнайы бөлінген немесе белгіленген жерлерден басқа тыйым салынады. Мына жерде енді С варианты дұрыс жауап беріп тұрған жоқ. Жол белгілерімен арнайы бөлінген немесе белгіленген жерлер. С варианты қалай болады екен бізде? Давайте С вариант белгілейікші. Тұрақ үшін арнайы жабдықталған орындардан басқа тұрғын аймақтарда рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан астам жүк автомобильдерінің тұрағына тыйым салынады. Мінекей, тыйым салынады, көрдіңіздер ме, құрметті достар? 3,5 тоннадан астам болса. Егер сіз жүру жолағының таңбасы жоқ, екі жақты жүру жолымен жүріп келе жатсаңыз, Так. Сіз жүріс бөлігінің кез келген жермен жүре аласыз. Жүріс бөлігінің енін ескере отырып, өз жолағыңызды таңдаңыз. Жол ортасына жақын ұстаңыз. Жолымыз қате. Бір сұрақ бар, осыған ұқсайтын. Топ ойладым. Жүріс бөлігінің енін ескере отырып, өз жолағыңызды таңдаңыз дейді, құрметті достар. В варианты. Мына сұрақты түсіріп алыңыздар, немесе жаттап алыңыздар, кәм жазып. Көптеп шыға бермейді мұна сұрақ бірағымен. Қандай көлік құралдарын басқару кезінде қарама-қарсы және сонымен бірге ілеспе көлік құралдары жүргізушілердің көзін шалыстыру мүмкін? Қандай көлік құралдарын басқару кезінде қарама-қарсы және сонымен бірге ілеспе көлік құралдарын барлық аталған көлік құралдарын, барлық аталған көлік құралдарын. Мына сұрақты жаттап алыңыздар. Мінекей. Қандай көлік құралдарын басқару кезінде қарама-қарсы және сонымен бірге ілеспе көлік құралдары жүргізушілердің көзін шалғыстыру мүмкін? Не шалғыстыру мүмкін, құрметті достар? Мына сұрақта түсінбей тұрмын. Фара, әрине. Жарығын реттеу қажеттігіне енемейді бұл жолда. Яғни фара машинаның шамы ғой енді. Сол шам нені шалғыстыру мүмкін деп сұрап тұр бұл жерде бізде. Әрине барлық көлік құралдарын, сіз не басқарып отырыңыз? Даже фура айдап отырыңыз, сізге дальний фарамен келатса, бізді көзімізді шағылыстырады. Ол барлық көлік құралдарын шағылыстырады көздер. Сондықтан барлық аталған көлік құралдарын, жауап дұрыс. Техникалық жағдайы бойынша жылдамдығы 40 км/сағаттан аспайтын көлік құралын автомагистралда жүруге рұқсат етіледі ме? Әрине тыйым салынады. Сіз көрсетілген қай траектория бойынша жүргізуді жалғастыра аласыз? А, Б. Базар жоқ. Мына сұрақта түсінбедім. Мынау қалай құрметті достар? Мынандай да болады екен ау. Жоқ, жауап қате, А вариант екен. Құрметті достар, мына сұрақты түсіндіріп жібересіз бе? Мынау қай қала, мынау қандай жол, мынау? Екі оңға бұрылатын жер. Оңға жүру белгілері алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің қиылыстарына қолданылады дейді.
Мына сұрақты түсінбедім ал. Көлік құралын пайдалануға тыйым салынады егер көлік құралының конструкциясында көзделген әйнегі және күнге қарсы күн қағарлары болмаса, әйнек көтергіш жұмыс істемесе, амортизатор ақаулы болса, жоғарыда аталған барлық ақаулықтар болса. Әйнек көтергіш жұмыс істемесе, біз айта береміз, амортизатор ақаулы болса, көзделген әйнегі және күнге қарсы күн қағарлары болмаса. Қалай? Амортизатор шығар, құрметті достар? Жоқ. Жауабымыз қате, құрметті достар. Көлік құралының конструкциясында көзделген әйнегі және күнге қарсы күн қағарлары болмаса, тыйым салынады кейін көлік құралын айдауға. Жауап қате. 26. Сізге осы әдіспен жүк тасымалдауға рұқсат етіледі ме? 06. Тыйым салынады екен, 06 болса. Екі жақтан 06 шығып тұрса тыйым салынады. Негізі 04 болу керек еді, яғни 400 сантиметр ма сондай. Жауап қате. Келесі. Жүргізушілердің ішкі істер полиция органдары қызметкерлерінің көлік құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамауы әкеп соқтырады. Бізде бұл жерде 40 ай немесе 3 тәулікке қамауға алу, Жауап дұрыс. Келесі. Мопедті жүргізуге неше жастыға келген адамдарға рұқсат етіледі? 16 жасқа. 29. Егер күйік алған терде сулы, мөлдір, күлбіреу пайда болса, ол күйіктің қандай түріне жатады? Беткей, жартылай терең. Беткей, жоқ, жартылай терең екен, құрметті достар. Келесі сұрақ. Ақ автокөлік жүргізушісі оң жақ жолаққа қатар ауыстыру кезінде әрекеті қандай болады? Қара автокөлікке бірінші жол береді, өйткені қара автокөлік бізде басты жолда. Келесі, оң жақтан қосылатын жолды қолданылатын кері бұрылыстың қауіпсіз әдісі көрсетілген суретті таңдаңыз. Қайтадан қарап жіберейік. Мына видеоға тағы бір рет қарау керек, құрметті достар. Мен ойымша қауіпсіз әдіс оң жақтағы сурет. Мәссаған. Сол жақтағы сурет екен. Тұп ойладым, мына артқа жүруге болмайды деген сияқты. Все. Давайте мына сұрақты бәріміз қарап алайық. Келесі қателеспейміз бұйырса. 32. Осы жағдайда автобус жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Автобус жүргізушісіне тыйым салынады, рұқсат етіледі, тыйым салынады, себебі ол маршрутты көлік құралының жүргізушісі. Мұндай да болады екен. Рұқсат етіледі әрине. Ешқандай бізде знак жоқ, ешқандай запрет жоқ. Сондықтан рұқсат етіледі, Келесі сұрақ. 33. Осы жағдайдағы сіздің әрекетіңіз. Жүк көлікке жол бересіз, жүк көлікке жол бермей бірінші болып өтесіз. Ф варианты бізде дұрыс. Келесі 34. Басып озуды сіз қай жерден бастай аласыз? Өткелден кейін, Өткелден кейін. Жауабымыз қате болып қалды. 100 метр аралықта деп басып қойдық. Келесі. 35. Сізге орта жүру жолағымен келе жатып, қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Орта бағытта келе жатыр, Тура және солға, кері бағытта болмайды. Кері бағытта, сол жағында келе жатсақ, кері бағытта болады, Ал ортасында келе жатсақ, тек солға ғана жүре аламыз, тура бағытпен бірге. 36. Кері бұрылған кезде жеңіл автомобиль жүргізушісі
Так, бұл жерде автобусқа жол береді, сосын барып кері бұрылады. Өйткені автобус өз жолағынан, яғни оған жақын болып тұр да бұрылатын. Сондықтан рұқсат етіледі, құрметті достар. Бірінші автобус жүреді. Келесі 37. Сізге көрсетілген орынға аялдауды жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме? Аялдауды дейді, құрметті достар. Рұқсат етіледі. Әрине, тыйым салынады, трамвайдың жолында аялдау енді қате тірлік сияқты. Так, 38-ге келіп қалыппыз, құрметті достар. 40 сұрақ мен үшін өте көп сияқты. Видеоның соңында сіздерге не айтарымды білмей қалам. Басқа іш пысып кеткен сияқты болады да. Сондықтан түсініспеушілікпен қарап, барлығымыз видеоны соңына дейін қарап шығайық, құрметті достар. Кішкене маған поддержка болсын. Видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Кішкене мотивация болсын, осында видеоның соңында ішіміз пыспау үшін қызықтырақ болады да. Ондай кезде сіздерден поддержка болса. Ал 38. Егер сіз жүру жолағының таңбасы жоқ, екі жақты жүру жолмен жүріп келе жатсаңыз, так. В варианты бізде дұрыс. Жүріс бөлігінің енін ескере отырып, өз жолағыңызды таңдаңыз, Келесі 39. Күйік орнына қандай таңғыш қоюға болады? Спирттенген таңғыш, суланған, құрғақ. Күйікке суланған ба, құрғақ беді? Мәссаған, мына жерде. Давайте, суланған, Жауап дұрыс. 40. Көпірде мотоцикл жүргізушісіне кері бұрылуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тыйым салынады, қарсы көлік құралдары. Көпірде болмайды ғой негізі, Көпірде кері айналуға болмайды, құрметті достар. Тыйым салынады. Ал осымен тест сұрақтары аяқталды, құрметті достар. Біз 29-да 40 жинап қалдық. Бұл бізде өте нашар нәтиже деп ойлаймын. Алдындары өте жақсы жинап жүрдік та. Өйткені көптеп кірмей қалдық, почти 2 ай кірмей қалдық осы тест сұрақтарына. Кіргеннің өзінде мен тек қана видео түсіру үшін ғана кіремін. Сіздер үшін қандай жаңа сұрақтар шығып жатыр, сіздерге көрсету мақсатында, құрметті достар. Мен қайта кіріп, күніне 10 рет тапсырып, 20 рет тапсырып, ондай болмайды менде. Айына 1 рет, 2 айда 1 рет кіремін. Соның өзінде нәтижемізді түсірмеуге тырысамыз, құрметті достар. Бір жағынан өзім үшін керек, бір жағынан сіздерге жақсы видео болу үшін, сіздерге пайдалы болу үшін түсіремін сол мақсатта. Осымен видеомыз аяқталды, құрметті достар. Ендеше сау болыңыздар. Жаңа оқыды деген қағазбен тест сұрақтарын алғыларыңыз келсе, комментарияда WhatsApp нөмірі болады, соған жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.